өте құнды маңызды нәрселер сыртынан қоршалған, не деген нәрсемен қоршалған? Қарапайымдылық деген нәрсемен қоршалған. Яғни біздің қателіктеріміздің бірі жаңағындай бірдеңкені қазбалап барып оңай бір мәселелерді қатты қиындатып жіберуге жақынбыз да адам табиғатынан. Ол біріншісі. Екінші мәселе, өте құнды ақшаға сатып ала алмайтын нәрсенің барлығы тегін, мүлдем пайдасыз нәрсенің барлығы ақша тұрады. Пайдасы деген бұл жерде білім деген мағынада айтып жатқан жоқпын. Бағанағыдай 3-4 күндік семинарлар соған кіреді. Иә. Жоқ. Мысалы айтсам, денсаулық, бір ауаны жұтуымыз деген сияқты ғой енді, бір тамақ жеп, одан әжетханаға баруымыз, ұйықтауымыз, оның барлығын бір ақшаға сатып ала алмайсың ғой. Аллах тағала былай беріп қойғанда, және де ол құнсыз нәрселер. Бірақ кейбір нәрселер бар, Диордың сөмкесі немесе бір Феррари деген сияқты, ол мүлдем кемеуі мүмкін, Диордың тәпішкесі деп жіберіп. Жоқ, мағынада ондай мәселе емес. Бірақ сондайлар өмірімізге қатты кейбір сәттерде әсер етпеуі мүмкін, ол алуға проблема жоқ, бір ақшаң жетіп жатса, зекетіңді беріп жатсаң, садақаңды беріп жатсаң, не проблема ол? Просто Инстаграмда жылдап соны айтпа да, 5 миллионға киінгем деп. Не айтып жатыр едім? Сондайларға ақша жұмсаймыз. Сол себепті мен ойлаймын да, енді жаңа адамға өте маңызды нәрселер, бір бақыт беретін нәрсе, ол білмеймін, қанағат болуы мүмкін, бар нәрсені бағалай алу деген сияқты моменттер беруі мүмкін да, бірақ оның сырты қарапайымдылық деген нәрсемен қоршалған ғой. Біз қарапайымды это не работает деп түсінеміз ғой. Немесе бір жұмыстың шешімі бар, бұны былай шешесіз бол, жоқ, мен қиындатып, оны бір финансист шақырып, есебін шақырып, оны бүйтіп жасайса шешілетін проблема еді. Бірақ менің миым оны қабылдамайды, бұны оңай шешуге болады, жоқ, бұл қиын жолмен шешілу керек. Бұрынғы нәрселерді қазбалау керек дегенге алып келіп жатқан.